сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі қазақ тілі сабағында гендік инженерия әдістері атты тақырыпты өтетін боламыз. Оқу мақсаттары, оқылым дағдылары үшін белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу. Әдеби тіл нормаларында сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Енді біз бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма мәтінді түртіп алу стратегиясын қолдана отырып түсініп оқимыз. Ең бірінші мәтінмен танысайық. Гендік инженерияның даму тарихы атты кітаптан алынған мәтін. Гендік инженерия немесе генетикалық инженерия генетикалық және биохимиялық әдістердің көмегімен түр аралық кедергілері жоқ, тұқым қуалайтын қасиеттері өзгеше, табиғатта кездеспейтін жаңа гендер алу. ДНК молекуласының кез келген бөлігін бөтен жасушаға апарып салу. Яғни молекулалық деңгейде будандастыру теориялық тұрғыдан алғанда мүмкін екені анықталды. Жануар, өсімдік және микроағзалар гендерінің қызметін қолдан басқаруға болатындығы дәлелденді. Ауыл шаруашылығында өсімдіктің атмосфералық азотты өзіне жинақтап алуы үлкен мәселе болғандықтан 1970 жылдары азотты фиксациялауға қабілеті жоқ пішен таяқшасына азотты жинақтау қасиетіне ие болды. Медицина саласында жаңа гендерді енгізу арқылы тұқым қуалайтын ауруларды емдеуге болады. Гендік инженерияның молекулалық және жасушалық инженерия белгілі бір мақсатпен жасанды айқын қасиеттері бар генетикалық материалдарды алдын ала құрастырып, оларды басқа жасушаға енгізіп, көбейтіп, зат алмасу процесін өзгеше жүргізеді. Бұл әдіспен ағзада тұқым қуалайтын ақпаратты көздеген мақсатқа сай өзгертіп, олардың геномдарын белгіленген жоспармен қайта құруға болады. Осы мәтінді біз түсініп оқимыз. Одан кейін түртіп алу стратегиясын қолданамыз, яғни білемін бағанына осы мәтінді оқығаннан кейін оқығанға дейін сіздер не білдіңіздер? Одан кейінгі осы мәтіннен қандай жаңа ақпарат білдіңіздер? Және үшінші бағанға мен үшін түсініксіз болған немесе мен білмеймін деген ақпараттарды жазасыздар. Және соңғы бағанға сұрағым бар деген ақпараттарды жазасыздар. Дескриптор мәтінді түсініп оқиды, білемін бағанын толтырады, білмеймін бағанын толтырады, жаңа ақпарат бағанын толтырады, сұрағым бар бағанын толтырады. Міне осы мәтінді пайдаланып тапсырманы орындап болғаннан кейін өз-өзімізді бағалаймыз. Яғни қиын оңай әдісін пайдаланып, мен үшін не қиын болды және мен үшін не оңай болды. Осы сұрақтарға жауап береміз. Біздің бүгінгі сабақтас құрмалас сөйлемдердің ішінде біз себеп бағанқыл сабақтас құрмалас сөйлемдермен танысамыз. Себеп бағанқыл сабақтас сөйлем дегеніміз бағыныңқы сөйлем басыңқыда айтылған ойдың себебін білдіретін сабақтас сөйлемнің түрі. Яғни өзі атап айтып тұрғанда біз оның себебін білдіретін сабақтас сөйлемнің түрі болып табылады. Сұрақтары неліктен, не себепті, неге, не деп. Себептес бағанқыл сабақтас сөйлемдердің баяндауыштан жасалу жолдарына тоқталатын болсақ, біріншісі ол дықтан, діктен қосымшасы үстелген есімшеден жасалынады. Мысалы, үйдің іші қараңғы болғандықтан Зәмзәгүл есікті айқара ашып қойды. Бұл жерде баяндауышы дықтан деген қосымшасынан жасалған. Және үстелген есімше. Келесі, есімше тұлғалы етістікке сон шылауын тіркесу арқылы жасалады. Яғни етістік ол есімше тұлғасынан тұрады, одан кейін оған сон деген шылау тіркеседі. Мысалы,
балуан аңға көшкен соң қалғандарды тақыл суыта бастады. Бұл жерде етістік бізде көшкен, бұл жерде кен деген есімше тұлғалы және оған сон деген шылау тіркескен. Келесі көсемшенің болымды немесе болымсыз түрмен айтылады. Мысалы, ол өзін өзі тоқтата алмай, әуені тағы да жеуге кірісті. Бұл жерде себеп салдар бағанқылым тоқтата алмай деген баяндауыш. Бұл жерде көсемше тоқтата алмай деген, бұл жерде болымсыз түрмен жасалынған ма жұрнағына и көсемшесі болымсыз түрде айтылады. Және соңғысы ашық райлы етістікке біз деп көсемшелі етістіктің тіркесу арқылы жасай аламыз. Мысалы, бүгін жаңбыр жауады деп қол шатырымызды ала шықтық. Міне осылай себеп бағанқыл сабақтасының баяндауыштары жасалынады. Енді осыған осы ережелерді пайдалана отырып тапсырма орындайтын боламыз. Яғни сөйлемдерді толықтырып жазуымыз қажет. Бірінші сөйлем: биыл қар қалың жауғандықтан. Жалғастырамыз. Ауылдан ата әжем келген соң. Сөйлемді аяқтау керек. Ол ойын жеткізіп айта алмай. Ары қарай толықтырамыз. Гендік инженерия пайда болған соң. Жалғастырамыз. Және соңғысы гендік инженерия дамығандықтан. Жалғастырамыз. Осы сөйлемдерді толықтырып жазамыз және әрбір баяндауыштың, әр сөйлемдегі баяндауыштың жасалу жолын түсіндіруіміз қажет. Дескриптор сөйлемдерді толықтырып жазады, баяндауыштардың жасалу жолын түсіндіреді. Яғни осы тапсырмада біз алдында өтілген себеп бағанқыл сабақтастардың баяндауыштан жасалу жолын түсіндіруіміз қажетпіз. Мысалы, осы дықтан діктен қосымшасы арқылы ма, жоқ әлде есімше тұлға етістікке сон шылауын тіркесу арқылы жасалған, жоқ әлде көсемшенің болымды болымсыз түрмен жасалған ба, және соңғысы ашық райлы етістікке деп көсемше етістігін тіркесу арқылы жасалынған ба. Сонымен бүгінгі сабағымызды біз плюс-минус қызықты әдісі арқылы қорытындылайық. Яғни сіздер плюс дегенге оң әсер еткен фактілерді немесе алған білімдеріңді айтасыңдар. Минус дегенде түсініксіз болған тұстарды немесе қолымнан келмей жатыр деген ойларыңызды айтасыздар. Және соңғысы қызықты. Сіздерге бүгінгі сабақта не қызықты болды немесе не жайында сіздер көбірек білгілерің келетіндігі туралы айтасыңдар.